Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше дәмді, өте оңай, тез жасалынатын пиццаны рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл пиццаның бір ерекшелігі, бұл жерде қамырды илеп немесе ашытып дайындап жатпайсыздар. Барлық оңай, әрі тез жасалынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, әрі тойымды болып шығады. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін бір қайтара араластырып, оның үстіне қамыр қопсытқыш қосамыз. 1 шай қасық. Одан кейін тұз саламыз. Қаймақ қосамыз, яғни сметана саламыз. Одан кейін майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін сұйық массамыздың үстіне електен өткізе отырып, ұнымызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде қоймалжың сұйық масса болады. Осы кезде духовкамыз 180 градусқа қыздырып қоямыз. Формамызға сұйық массамызды құйып, біркелкі етіп, тегістеп жайып шығатын боламыз. Барлығын толықтай силиконды лопатканың көмегімен жайып шығатын боламыз. Одан кейін соус, пиццаға арналған соус болса, соны құйсаңыздар да болады, немесе майонез бен кетчупты араластырып жақсаңыздар да болады. Мен үйде осындай кетчуп болды. Сол кетчупты осылай жағып шықтым. Одан кейін начинкасы өз қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Сыр қосамыз, колбаса және помидор қостым. Тағы да үстінен сырды сеуіп шығамыз да, 180 градуста 15-20 минутта дайын болады. Енді әркімнің духовкасы әрқалай болғандықтан духовкаларыңызға қарап қоясыздар. Асты мен үсті сәл қызарған соң пиццамыз біздің дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, әрі дәмді, тойымды болып келеді. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және комментарий қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар.